Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 52 сабақ лепті сөйлем. Егер видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Лепті сөйлем. Біз бұл тақырыптан сөйлем түрлерін анықтап, тиісті тыныс белгілерін қоятын боламыз. Және де түрлі дереккөздерден мәлімет таба аламыз. 6-шы жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Маралдың сұрақтары. Таңертеңмен ойнайтын, ойынға бір тоймайтын. Марал деген баланың сұрағы жоқ қоймайтын. Жаңбыр қалай тұр құйып, неге сыйды күн күйіп? Аспан неге көкпеңбек, таулар неге тым биік? Осылайша апасын, анасы мен атасын шаршатады қарасаң, бір қызыққа батасың. Мәтіндегі қарамен жазылғандар қандай сөйлемдер? Бізде мәтінде қарамен жазылған сөйлемдер: жаңбыр қалай тұр құйып, неге сыйды күн күйіп? Аспан неге көкпеңбек, таулар неге тым биік? Бұл сөйлемдер бізде сұраулы сөйлемдер. Осы сұрақтардың жауабын дереккөздерден іздеп көр. Жауабын жаз. Жалпы жаңбыр қалай тұр құйып? Жалпы жаңбырдың өзі 4 процестен тұрады. Біріншісі буланады, екінші бу аспанға көтеріледі. Үшінші бұлттар ұлғайып, жерге тамшы болып жаңбыр жауады. Ал күннің ысуы бұл климатқа пайдалы. Яғни өсімдіктердің фотосинтез жасауына мүмкіндік береді. Және де жерді жылытып, бүкіл жер бетіндегі тіршілік атаулына пайдасын тигізеді. Ал аспанның көк түсі бұл атмосферадағы жарықтың шашылуының нәтижесі болып саналады. Таулардың биіктігі көбінесе жер қыртысындағы қозғалыстар мен табиғи процестердің әсерінен пайда болады. Толығырақ мәлімет білсеңіздер, өздеріңіз толықтырып жазсаңыздар болады.
Келесі 7-ші жаттығу. Сөйлемдерді көркем жаз. Ағаштың бұтақтарын сындырма, гүлді жұлма. Жазған сөйлемдерің қандай сөйлем екенін айт. Ең алдымен дәптерге сөйлемді қатесіз, әдемі, көркем етіп жазып аламыз. Бұл сөйлем бізде лепті сөйлемдер болып табылады. Себебі дауыс интонациясымен оқылып тұр. Және де сөйлем соңына леп белгісі тұр. Келесі 8-ші жаттығу. Сурет бойынша мәтін құрастырып жаз. Суретте бізде балақай берілген, яғни ол шанамен сырғанап бара жатыр. Оның жанында досы итте шауып жүр. Енді осы сурет бойынша мәтін құрастырып жазайық. Суретке қарап не айтуға болады? Құрастырған мәтініңде лепті сөйлемдер болсын дейді. Қыс мезгілі келді. Қар жамылған дала жарқырап тұр. Саят болса қарда қуана-қуана сырғанап жүр. Жанында досы Ақтөсте қуанып жүгіріп жүр. Қыс мезгілі әдемі, қуанышты сәттерге толы. Осылай үлгі секілді өз ойларыңызбен өзгертіп, басқаша етіп жазуларыңызға болады. Келесі 9-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына сұрау не леп белгісінің тиістісін қойып, өлеңді мәнерлеп оқы. Не жомарт, кім жомарт? Не жомарт? Сұрау белгісі жер жомарт. Адам затты асыраған. Мұнда леп белгі. Не жомарт? Сұрау белгісі күн жомарт. Жерге нұры шашыраған. Леп белгісі кім жомарт? Сұрақ белгісі ұстаз жомарт. Бар балаға тәлім берген. Леп белгісі кім жомарт? Сұрау белгісі батыр жомарт. Халық үшін жанын берген. Сөйлем соңына леп белгісі болады. Осылайша дәптерге қатесіз әдемілеп тыныс белгілерін дұрыс қойып аламыз. Жомарт сөзінің беретін мағынасын оқулықтың соңындағы түсіндірме сөздіктен оқып жаз. Жомарт бұл бізде мейірімді, қайырымды деген мағынаны білдіреді.